Қайырлы күн, құрметті педагог. Бұл бейне жазбамыз жаңадан оқу орнын бітіріп, жұмысқа орналасайын деп жүрген болашақ мұғалімдерге арналады. Қазіргі кезде жұмысқа орналасу бұрынғыдай емес, бірнеше шарттары бар. Ол үшін сіз бірнеше критерийлерге сай болуыңыз қажет. Бір орынға сізбен бірге 10-20 шақты үміткер болуы мүмкін. Конкурс ұйымдастырылып, комиссия мүшелері тағайындалады. Қажетті құжаттар тізімі: ең алдымен өтініш, одан кейін жеке куәлік, жеке іс парағы. Жеке іс парағын дүкеннен аласыздар, оны толтырасыздар, аты жөніңіз, жеке мәліметтеріңізді толтыратын боласыз. Келесі диплом, денсаулық жағдайы туралы анықтама. Келесі екі анықтаманы ЕГОВтан тартып аласыз, немесе ЦОНға барып алсаңыздар болады. Біліктілікті растайтын сертификат, яғни квал-тест, сіз тест тапсыратын боласыз, соның нәтижесі. Бағалау парағын мектептен беретін болады. Әр сұрақ бойынша өзіңізге балл қоятын боласыз. Яғни сұрақтарға нақты жауап беруіңіз керек. Оны комиссия мүшелері әрқайсысын жеке тексеретін болады. Егер де мадақтама, мақтау қағаз, яғни ғылыми жұмыс, мақала жұмыстарыңыз болса, жетістіктеріңізге қосып қойсаңыз болады. Оларға да балл қосылатын болады. Комиссия мүшелерімен әңгімелесу барысында сізге осы заңдар бойынша сұрақтар келуі мүмкін. Қазақстан Республикасының Конституциясы, Еңбек кодексі, білім туралы заң, педагог мәртебесі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс. Барлық этаптан өткеннен кейін балыңызды есептеп шығарады. Конкурс нәтижесі 5 күннің ішінде шығуы мүмкін. Өздері сізге хабарласуы мүмкін. Және де сіздерге айтарым, тек қана бір мектеппен шектелмей, басқа да мектептердің сайттарына қарап, конкурсқа қатыса беріңіздер. Яғни осы құжаттардың барлығын басқа да мектепке тапсырсаңыздар болады. Сәттілік, болашақ әріптес. Егер де осы бейне жазбам ұнаса, лайк басып, астына пікірлеріңізді бөлісулеріңізді сұраймын.